Кейде кітапты оқитын кезде бір ерініп қалып жатамыз. Жалпы осы кітапты оқуды әдетке айналдыру үшін қандай тәсіл қолдану керек? Маман ретінде өздеріңіз айтып берсеңіздер. Күнделікті қосуымыз керек. 10-15 минут болса да бір уақытымыз табу керек деп ойлаймын. Мейлі бүгінгі тірлікпен жүрерміз, бірақ та кітапты арғай уже қызық жеріне келген уақытта тағы да тастап кеткім келмейді. Егер оқысаң, тағы отырып қалсын. Мүмкін болса күнделікті бір сағат уақытты бөлу керек деп ойлаймын. Күніге. Ол кітап оқығанымыз жақсы. Әдет ретінде қалыптастыру керек деп ойлаймын. Енді біз филология мамандығын бітіргендіктен біз көп кітап оқуға тырысамыз. Оның үстіне кітапханада жұмыс істегендіктен кітапты күнделікті 2-3 сағаттан артық оқыған адамға ол әдет болып қалыптасып кетеді. Сондықтан да ең алдымен 30 минут, 20 минуттан бастаған адам ол кітап оқуды әдетке айналдырады деп ойлаймын.